Сәлеметсіңдер ме, балалар? 7-ші бөлім ортақ тақырып қоршаған орта. Ал бүгінгі сабақтың тақырыбы бүгін сәрсенбі ме? Сабақтың мақсаты тыңдалған материалдың мазмұнын түсіну және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтау. Таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсіну. Бағалау критерийлері. Тыңдалған материалды түсінеді және кейіпкерлер мен оқиғалардың ретін анықтайды. Таныс сөздерден құрастырылған қарапайым сөйлемдердің мағынасын түсінеді. Бүгінгі сабағымызда сен аптада неше күн бар екенін, олардың қалай аталатынын және ретін білетін боласың. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы балалар, аптада 7 күн болады. Аптаның басы бірінші күні дүйсенбі. Аптаның соңғы күні жексенбі. Ал біздің бүгінгі өтетін сабағымыз сәрсенбі. Бүгін сәрсенбі. Бүгін сәрсенбі. Өте жақсы балалар, сәрсенбі аптаның нешінші күні? Дұрыс айтасыңдар балалар. Сәрсенбі аптаның 3-ші күні. Жарайсыңдар. Балалар, бүгін біз кеше, ертең сөздерін қолданып сөйлемдер құраймыз. Сұраққа жауап беріп үйренеміз. Мұқият тыңдаймыз. Бүгін қай күн? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бүгін сәрсенбі. Кеше қай күн? Кеше сейсенбі. Ертең қай күн? Ертең бейсенбі. Өте жақсы балалар. Қайталаймыз. Бүгін. Сегодня. Бүгін. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтамыз. Бүгін. Бүгін. Кеше, вчера. Кеше. Кеше. Ертең, завтра. Ертең. Ертең. Жарайсыңдар балалар. Ал балалар, жұмыс дәптерлерімізді ашып, бүгінгі күнді жазамыз. Тапсырмаға назар аударамыз. Өлеңді оқу және дәптерге жазу. Мұқият тыңдаймыз. 7 ұл деп аталады. Апта деген ағайдың 7 бірдей ұлы бар. Біріншісі дүйсенбі, екіншісі сейсенбі, үшіншісі сәрсенбі, төртіншісі бейсенбі, бесіншісі жұма, алтыншысы сенбі, жетіншісі жексенбі. Өте жақсы балалар, аптада 7 күн бар.
Бүгінгі өтетін сабағымыз аптаның 3-ші күні сәрсенбі. Өте жақсы. Апта деген ағайдың 7 бірдей ұлы бар. Біріншісі дүйсенбі, екіншісі сейсенбі, үшіншісі сәрсенбі. Сәрсенбі, сәтті күн. Өте жақсы балалар. Қайталаймыз. Апта деген ағайдың 7 бірдей ұлы бар. Біріншісі дүйсенбі, екіншісі сейсенбі, үшіншісі сәрсенбі, төртіншісі бейсенбі, бесіншісі жұма, алтыншысы сенбі, жетінші күн жексенбі. Өте жақсы. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн, төртінші күн, бесінші күн, алтыншы күн, жетінші күн. Өте жақсы балалар. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші. Бұл реттік сан есімдер балалар, я? Өте жақсы. Ал балалар, келесі тапсырмаға қараймыз. Бұл жерде 2 баған беріледі. Бірінші бағанда суреттер, екінші бағанда сөйлемдер. Сөйлемдер мен суреттерді сәйкестендіріп айтамыз балалар. Өте жақсы. Енді мұқият тыңдаймыз. Балалар, бірінші суретпен жұмыс жасап көрейік. Не істеп отыр? Әрине, сурет салып отыр. Не істеп отыр? Не істеп тұр? Әрине, балалар. Я, бірінші суреттерге мұқият қараймыз және сөйлемдермен сәйкестендіреміз. Бірінші сөйлем. Дүйсенбіде сабақ басталады. Қандай сурет осы сөйлеммен сәйкес келеді? Сабақ басталады. Әрине, балалар, бұл сурет 4-ші суретпен сәйкес келеді. Өте жақсы балалар. Қалған суретті сөйлемдермен сәйкестендіріп айтамыз. Келесі тапсырма мозаика құрастыр. Алдарыңызда мозаика берілген. Мозаика пазлдарында апта күндерін ретімен жазу керек. Содан кейін бір аптаның пазлдарын бір түспен, келесі аптаныкін басқа түспен бояйсыздар. Тапсырма түсінікті ме? Өте жақсы. Мысалы, дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Өте жақсы балалар. Ары қарай өздерің жалғастырып жазып шығыңыздар. Ал балалар, алдарыңызда апта күндері берілген. Осы апта күндеріне жазылатын қазақ тіліне тән дыбыстарды тиісті орнына қойып айтамыз. Бірінші сөз дүйсенбі. Дүйсенбі. Қандай әріп жазылады? Әрине, дүйсенбі. Өте жақсы. Ары қарай өздеріңіз жалғастырып жазасыздар. Сөйлеп үйрену айту айдары бойынша бүгінгі сөздерді тағы да қолданып өтейік. Бүгін сәрсенбі. Ал кеше сейсенбі. Ертең бейсенбі.
тағы да қайталаймыз. Бүгін сәрсенбі. Сегодня среда. Кеше сейсенбі. Вчера вторник. Ертең бейсенбі. Завтра четверг. Правильно, балалар. Бүгін, кеше, ертең. Жарайсыңдар, балалар. Ал балалар, сабақта соңына келіп жетті. Бүгін біз не үйрендік? Не білдік? Алдарыңызда жетістік баспалдағы. Тапсырмаларды орындап болғаннан соң, өзіңді осы жетістік баспалдағының қай жерінде тұрмын деп ойлайсың? Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.